Мектептен шығарылған оқушы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі дауға қоғам үн қосты. Оқушыны қалай тәрбиелеу керек? Әріптесім Ғани Тұрғынбеков сұрап көрді. Оқу жылының аяқталуына 2 күн қалғанда мектептен қуылды. Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы емтиханға телефон алып кіріп, кейін мұғалімге тіл тигізгені үшін оқудан шығарылды. Я полностью признаю свою вину. Мен өз кінәмді толық мойындаймын. Бірнеше рет кешірім сұрадым. Ата-анам да кешірім сұрады, бірақ директор біз жазған өтінішті қайтарып беруден бас тартты. Мен тәртіптік жазаға келісемін, қоғамдық жұмыс болсын, басқа шара болсын, тек маған осы мектепте қалуға, білімімді жалғастыруға мүмкіндік берілсе деймін. Даулы жағдай желде есіп, дүйім жұртты әп сәтте дүр сілкіндірді. Бірақ сорақысы сол, далада қалдым деп қорыққан бала уайымнан бірнеше күн бойы тамақ ішпей ауруханадан бірақ шықты. Натуральный хейт. Балаға өшпенділікпен қарауға болмайды. Мектептің жасап отырған нағыз хейт, нағыз буллинг. 11-ші сынып оқушысын соңғы оқу күні мектептен шығару баланың психикасына тікелей соққы жасау. Бұл жағдайда балаға ескерту жасап, басқа тәрбие шараларын қолдану керек еді. Ал олар ең ауырын оқудан қуу жолын таңдады. Мәселеге министрлікте араласты. Оқу ағарту министрінің тапсырмасымен мектепке арнайы комиссия жіберіледі. Оқу ағарту министрлігі педагогтың қадір қасиетін төмендетіп кез келген әрекетке сынмен қарайды. Оқушы өз қателігін түсінді. Назарбаев зияткерлік мектебі бұл жағдайды тек ішкі тәртіппен ғана емес, сондай-ақ адамгершілік ұстаздың ұстанымға сүйеніп шешеді деп үміттенеміз. Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев мәселені жіті бақылап отыр. Біз бірнеше ұсыныс жасап отырық, және де бір ұсынысымыз тағы да осы біздің мектепте қосымша даярлық, жаңағы университетке даярлық курстарымыз бар. Сол курстарға қатысуға бұл балаға мүмкіншілік беріп отырық, және де университетке түсуге қолдау көмек көрсететінімізді біз анық ата-аналарына жеткізіп отырық. Қалай болғанымен депутат Ирина Смирнова Назарбаев зияткерлік мектептерінің қызметіне қатысты сауал жолдайтын жеткізді. Система Назарбаев интеллектуальных школ. Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұндай жабық құрылымның қаншалықты қажет екенін қайта қарау керек. Өйткені мұндай жабық өзін-өзі реттейтін жүйе уақыт өте келе авторитаризмге, субъективтілікке әкеледі. Қазір біз соны анық көріп отырмыз. Ал ата-ананың арыз жазудан басқа амалы жоқ. Осылайша әділдікті соттан сұрамақ. Ғани Мұқашұлы, 7-ші арна.